Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен 28 дней спустя фильміне шоу жасаймыз. Кембридж орталығында ғалымдар маймылдардың агрессивті әрекеттерін бақылап жатқанын көреміз. Жануарларға кішкене теледидардан адам қоғамдағы зорлық-зомбылық әрекеттерін көрсетіп жатыр. Протест, террористік актілер, соғыстар мен тонаулар. Сол мезетте бөлмеге жануарлардың құқығын қорғайтын экстремистер кіріп кетеді. Ішке кіріп маскаларын шешіп, эксперименттер үшін клеткаларға отырғызылған көптеген маймылдарды көріп, аң-таң болады. Маймылдарды көрген кездегі жанашырлық оларды ойланбас қадам жасауға итермелейді. Олар клеткалардағы маймылдардың барлығын сыртқа шығарып жібермекші болады. Бөлмеге кіріп, оларды көріп қалған ғалым күзет шақырмақшы болады, бірақ оны ұстап алады. Еркек олардан маймылдарды клеткадан шығармауға өтінеді. Маймылдарда вирус бар, шығарсаңдар оны жұқтырып аласыңдар. Оларға ингибитор салынған деп ескерте бастайды. Олар ол қандай ауру деп сұрағанда біртүрлі жауап алады: қаһар. Ғалым қанша жалынса да оның әңгімесін далбаса деп қыз торды аша салып еді, ішіндегі маймыл құтқарушысына баса көктеп жүгіреді. Бірақ оған асылып құшақтаудың орнына оған айуанша шабуылдай бастайды. Адамдар тез арада көмекке келіп жануарларды өлтіреді, бірақ тым кеш. Қыз ауру жұқтырып алып, әріптестеріне шабуылдап, бірін-бірі зомбиге айналдырады. Маймылдар қуанғандай клеткаларды ұрып, ары-бері секіре бастайды. 28 күн өтті. Аурухана бөлмесінде комадан Джим атты пациент оянады. Есін жиып, өзін аппараттардан босатып, коридорға шықпақшы болады. Бірақ ес қамалу екенін көреді. Жерден кілт тауып алып, ақыры сыртқа шығып, киім киіп алады. Ары қарай іштегі персоналды іздей бастайды. Бірақ ешкім жоқ. Қараса, таксофондардың тұтқасы салбырап тұр. Алып тыңдаса, ешқандай гудок байқалмайды. Жан-жағына қанша айқайласа да ешкім дауыс бермейді. Ал ғимараттың ішінің тас талқаны шыққан. Сусындар ішуге арналған будкадан пепси тауып, ұрттап, қосымша бір-екеуін пакетке салып, бәлкім адамдар сыртта шығар деп көшеге шықпақшы болады. Көшеде де тым-тырыс. Лондонда адам қалмағандай болып көрінеді. Сырт аударылған машиналар, сынған терезелер, жерде жатқан газеттер мен қоқыстарға тола. Темшектердің бірінен ақша тауып алып, бірең-сараңын пакетке салып алады. Ұйықтап жүрмін деп ойлаған күймен сапарын жалғастыра, жолай газет тауып алып, вирусқа байланысты болған жаппай эвакуация жайлы оқиды. Одан әрі сәл жүріп, хаттарға толы стендті байқайды. Одан біреулер баспана, екіншілері қабір ұсынып жатқан неше түрлі хаттарды көреді. Ал шіркеуге кіре салып, тәубеге келіңіздер, ақыр заман сіз ойлағаннан жақын деген жазу көріп, екінші қабатқа көтеріледі. Шіркеу қызметкерлері өздерінің жұмыстарын атқаратын бөлмеде саны жоқ өлі адамдарды көреді. Дауыс шығарып еді, есі ауысқан тәрізді адамдар көрінеді. Ары қарай жүріп еді, есік ашылып, ішінен қорқынышты қызыл көздері бар шіркеу қызметкері шығып, оған баса көктеп жүгіреді. Джим олардың зомби екенін білмей, сізге не болды деп сұрай бастайды. Болмаған соң оны затқа толы пакеттермен ұра қалып қаша жөнеледі. Артынан басқа зомбилер қуалай түседі. Сыртқа атып шықса, күн батып, кеш уақыты келген екен. Кенеттен Джимге маска киіп алған адамдар көмекке келіп, зомбилерге молотов коктейлерін лақтыра бастайды. Ненің не екенін әлі түсіне қоймаған Джимді ары қарай алып кетіп, отқа жамылса да тоқтанбайтын зомбилерден толық құтылу үшін жанармай құятын орындардың бірін жарып жібереді. Маскалы адамдар оны метродағы магазиндердің біріне алып барып, өздерін таныстырады. Селина мен Марк. Ол жайлы да білгілер келіп еді, Джим өзін курьер ретінде таныстырады. Біраз уақыт бұрын машина соғып, комаға жатып тұрғанынан кейін түсініксіз галлюцинациялар көріп жатырмын деп қыз бен еркектің күлкісін келтіреді. Олар оған бұның барлығы түс емес, ауыр болса да шындық дей келе, бастапқыда ауру кішкене ауылдардан басталып, уақыт келе әрбір жерге тарап кетті деп түсіндіреді. 28 күннің ішінде әлем танымайтындай болып өзгеріске ұшырады. Ал ТВ өшпес бұрын тілшілердің бірі ауру Париж, Нью-Йорк және тағы басқа ірі елді мекендерге жеткендігі жайлы хабарлады дейді. Сен білетін үкімет, электр жарығы, теледидар, радио ешқайсысы жоқ деп таң қалдырады. Біз соңғы 6 күнде кездестіргендердің арасында сен жалғыз сау адамсың. Ал туысқандарың бар болса, олардан үміт үз деген жан түршігерлік жаңалықтарға шыдай алмай, ызаға беріліп, ата-анасын іздемекші болады. Бірақ Марк оған жалғыз көшеде жүруге болмайды. Оның орнына батончик жеп ал. Бәрібір одан басқа тамақ қалмады. Сәті түссе, таңертең қайтыс болған ата-анаңды іздеуге шығамыз деп ескертеді. Келесі күні олар Джимнің ата-анасының үйіне келеді. Джим ішке кіріп, ұйықтайтын бөлмеге көтеріле бастайды. Өліктің иісі шығып, достары тоқтатпақшы болса да, бөлмеге ақыры кіріп, төсекте жатқан ата-анасын көреді. Екеуі дәрі ішіп, арғы өмірге аттанған екен. Ал анасының қолында Джимнің кішкентай кезіндегі фотосы тұр. Жігіт эмоциясыз фотоны алып, оларды төсекпен жауып шығып кетеді.
Фотоның артындағы хатында: "Сені ұйқыңнан оятқымыз келмей, сенімен арғы өмірге қайта қосылу үшін өзіміз мәңгілікке ұйқыға кеттік" деген аянышты жазуды оқиды. Бұл сөздерден кейін жігіт эмоциясын ұстай алмай жылап жібереді. Одан кейін үшеуі қайтуға тым кеш болып қалғандықтан сол үйде қона салуды шешеді. Түнде Джим кішкене майшам алып үй ішін кезіп, әке-шешелерінің видеоларын көріп отырып еді, кенеттен терезелерді сындырып, оған бірнеше зомбилер шабуылдай кетеді. Тез арада оянған Марк пен Селина көмекке келіп, зомбилерді өлтіріп тастайды. Өліктерге зер сала, Джим олардан өзінің көршілерін танып қалады. Қыз болса сені тістеп алды ма, қандары аузына тиіп кетпеді ма деп сұрай береді. Бірақ Джим сау. Сол арада дәл қасында кесілген қолын асығыс сүртіп жатқан Маркты көріп, оның өтініштеріне қарамай, қыз ойланбастан оны зомбиге айналмай тұрып, өткір қылышпен аямай өлтіріп тастайды. Қыз тез арада кетпесек, зомбилер ұшып келеді деп түн жарымда көшемен жолға шығады. Тып-тыныш. Адам баласы жоқ көшеде екеуі әңгімелесіп, қыз оған зомбиге айналмас бұрын адамды 20 секунд ішінде өлтіріп тастау керек деген кеңес береді. Кенеттен бала көп қабатты үйлердің біреуінен жаңа жылдық әшекейлермен безенделген жылт-жылт еткен жарық байқайды. Быт-шыты шыққан көп қабатты үйге кіріп, төбеге көтеріле бастайды. Шаршаған Джим демала тұруды ұсынады. Аяқ астынан көп қабатты үйдің астыңғы жағынан көтеріліп келе жатқан зомбилердің дауысы естіледі. Екеуі тез арада жоғары көтеріле кетеді. Жоғары қабатта алдарынан спецназ киімін киіп алған бір еркек шығады. Қатып қалған қызға ол коридормен 157-ші үйге барыңдар деп бақыттап жібереді. Өзі болса зомбилердің тас талқанын шығара бастайды. Көрсеткен үйге келіп еді, есіктің арғы жағынан бір қыз "Әкем қайда? Әкем қайда?" деп қайталап қоймайды. Еркек кіргізе бер дегеннен кейін ғана қыз есікті ашады. Ішке кіріп әлгі қатыгез еркек маскасын шеше салып еді, сап-сары топ-томпақ күлімсіреген папаға айнала кетеді. Сөйтсе олар жаңа жылдық гирлянда арқылы тірі қалғандардың назарын өздеріне аударып отырады екен. Әке мен қыздың есімі сәйкесінше Фрэнк пен Ханна. Жалғызсыраған екеуі тірі қалған қыз бен баланы кездестіргендеріне қуанышты болғанымен, Селина оларды артық жүк деп қабылдайды. Джим қырынып, әйтеуір үйде қалған сумен жуынып, өзін ретке келтіріп алады. Келесі күні азанда Фрэнк Джимге суды қалай алатынын көрсетеді. Ол үй төбесіне көптеген шелектер қойып, жаңбыр жауғанын күтеді екен. Бірақ жаңбырдың жаппағанына 10 күн болған екен. Бұл жерден дереу кету керек. Онда аштықтан өлеміз деп радио арқылы адамдарды іздей бастайды. Манчестерден солтүстік шығыста 27 миль жерде сарбаздардан құралған база бар деген хабарлама естіп қалады. Оған жету үшін 2-3 күн кетеді деп жүктер байлап, төртеуі әскери базаға аттанады. Жолай олар қараңғы туннель алдына келіп тоқтайды. Джим бұл жол қауіпті деп басқа жол арқылы кетейік дегенде, Фрэнк оны тыңдамай туннельге баса көктеп кіреді. Дегенмен барлығы жақсы болып, сынған көліктер үстімен өтіп, жолдан сәтті өткендей болып көрініп еді, бірақ машинаның дөңгелегі жарылып кетеді. Жарылған шинаны қосалқы дөңгелекпен ауыстырмақшы болып, Ханна көлік астына түсіп, дөңгелек ауыстырып жатқанда шопырып тышқандар өтіп кетеді. Бірақ олар шабуылдап емес, зомбилерден қашып бара жатыр екен. Арғы жақтан жүгірген қадамдардың даусы естіле бастайды. Дауыстары барған сайын күшейе түседі. Дөңгелектің салынғанын әлі күтіп тұр. Көлеңкелер де көріне бастады. Бірақ дөңгелек олар келе қалғанда зорға дегенде салынып, барлығы көлік ішіне отырып алады. Зомбилер машинаға жармаса бастайды. Бірақ көлікті іске қосып, ішіндегілер қуаныштан айқайлап, олардан тая жөнеледі. Жолай олар маркетке келіп тоқтайды. Ішіне кірсе жап-жаңа тауарлар, тағамдар, тағы басқа заттар тола екен. Себеттерді алып, оған әртүрлі заттарды сала бастайды. Қыздар шоколад, тәттілер іздесе, еркектер вино тәрізді ішімдіктерді іздей бастайды. Соңында маркетке қазір енді пайда шок карточканы қойып, тола затпен шығып кетеді. Саяхаттарын жалғастырады. Бензиндері таусылуға әзер қалады. Амал жоқтан күдікті бір жанармай құятын жерге келеді. Қызды көлікке тастап, үшеуі ғимаратқа аттанады. Джим бір жері қышып, тамақтар тола болса да күдікті маркетке кіреді. Қап-қара, біраз өліктер жатқан, денелері бар бөлмені аралап жүргенде кішкентай зомби бала шабуылдамақшы болады. Әлбетте амал жоқтан оны өлтіреді. Сыртқа ішке кіргеніне өкініп шығады. Ары қарай жолай пикник жасап, таза табиғат ауасынан ләззат алып, бостандықта жүрген жылқыларды тамашалайды. Ал Селина мен Джим арасында сезім пайда бола бастаған байқаймыз. Әскери базаға жақындап қалды. Жолай жанып жатқан Манчестер қаласын көріп қалады. Одан кейін 42-ші блокпостқа ақыры келеді. Бірақ сонша жерден келгендері түкке тұрмайды. Өйткені ол жерде тірі жан жоқ. Әсіресе Фрэнк қатты қапаланып, оңашаланып ойлануға кетіп, төбеде асылып тұрған өлік зомбиді қарға жеп жатқанын көріп, өзінен шығып қақпаны теуіп қалып еді. Өліктен аққан қан көзіне тамып кетеді. Көзін тексеріп жатқанда қызы келіп қарап, бәрі жақсы ма дегенде, Фрэнк одан кешірім сұрап, сені жақсы көремін деп қызы жақындағанда оны итеріп жіберіп, қалған үшеуінің көзінше 1 минут ішінде зомбиге айналып кетеді. Джим оны таяқпен
ұруға зорға дегенде батыл жетіп ұрмақшы болып еді, арғы жақтан әскер киіммен каскадағы еркек дробовик пен Фрэнкті атып өлтіреді. Олардың радиодағы адамдар екенін түсініп, көлікке мініп, өңкей еркектерден тұратын жақсы қаруланған базаға келеді. Оларды базаны майор қарсы алып, енді сіздер қауіпсіз жердесіздер деп ішке алып кіреді. Жаңа баспанаға келсе де, үш кейіпкер Фрэнк өлген соң отбасының бір мүшесі өлгендей қатты мұңға беріледі. Майор Манчестер жанған соң айналаның барлығы зомбиге толы. Бірақ біз прожектор, қарулар, снайперлер қойып қойғанбыз. Керек кезде оларға тойтарыс бере аламыз деп түсіндіреді. Одан кейін Джимді Мейлер атты зомбиге алып барады. Познакомься, Мейлер. Ол 1-2 күн бұрын вирус жұқтырып алғанын айтады. Оны мұнда зомбилер қанша уақыттан кейін өледі, соны білгім келіп байлап қойдым деп түсіндіреді. Кешкі асқа ресми киініп алған майор мен барлығы тамақтануға жиналады. Әңгіме дүкен құрып отырғанда сырттан атылыс естіліп, дабыл соғылғаннан кейін әскерилер сыртқа шығып бірнеше шақты зомбилерді өлтіріп, көңілді күйде келіп Селинаға тиісе бастайды. Джим бұл көріністен өзінен шығып солдатқа шабуылдай кетеді. Майор оны жеке әңгімеге шақырып, радиодағы хабарламаны өзінің жігіттеріне әйелдер табу үшін адамдарды осында шақырып отырдым деп мойындайды. Оны естіген Джим Селинаға барып қашу керек деп асықтырады. Бірақ үйден қашпақ болғанда басқа еркектер Джимді мылтықпен ұрып талдырып тастайды. Оянып, өзі және оған жақтасқан сержант екеуі бір бөлмеге батареяға кісенделіп отырғандарын көреді. Ертеңгісі азанда екеуін өлтіру үшін орманға алып кетеді. Біреуі оларды бірден өлтіріп тастайық деп атып жіберіп еді, қинап өлтіргісі келген екіншісі оған жынданып, араларында жанжал басталып, Джим моменті қолдана өліктердің арасына жатып, екеуі оны іздеп кеткенде орнынан тұрып, базаның дуалынан кісен қолмен зорға асып түсіп, құлап жерде жатқан сәтте аспаннан ұшып бара жатқан ұшақты көріп, көзінде үміт оты пайда болады. Ал базада еркектер екі қызды әдемі киіндіріп, одан кейін арамы ойларын іске асырмақшы болады. Бірақ шыдай алмай, сол жерде тиісе бастағанда, Селина бізге киініп алуға 1 минут беріңдерші деп өтініш жасайды. Еркектер шығып кеткен соң, қызға бір дәрі береді. Ханна өлу үшін бе дегенде, Селина жоқ, ішсең еш нәрсе сезбейсің деген сәтте, әлгі еркектердің бірі іске асырмақ ойын біліп қояды. Ал сол сәтте дабыл соғылады. Бірақ дабылдың шын мәнінде еркектерді сыртқа шығарып, қаруларын алып қоймақ болған Джим соққан болатын. Майор мен солдат дабылға келіп, Джимді іздей бастайды. Бірақ Джим бұрынғы қорқақ жігіт емес. Екі қызды құтқару үшін бәріне дайын жауызға айналады. Планы іске асады. Джим солдатты өлтіріп, машинаға тірі тәрізді отырғызып қояды. Майор оны көріп, үрейленіп, мылтықтан атқылай бастайды. Машинаға отырса, оны істен шығарып бастағанын көреді. Амал жоқтан тоқтамай келіп жатқан зомбилерден қашып, үйіне жаяу оралуға мәжбүр болады. Джим базаға оралып, байланып тұрған зомбиді босатып жібереді. Ханна солдаттарға тиісіп, барлығы өледі, енді сен өлесің деп әдейі тиісіп отыр еді. Шынымен де терезеден зомби көрініп, әскерилердің біреуін тірі өлікке айналдырып жібереді. Сәтті қолданып, Селина Ханнаны алып қашып кетеді. Ал солдаттар кезек-кезек бір-бірін тістеп зомбиге айнала бастайды. Джим болса солдаттарды аямай шет-шетінен өлтіруге кіріседі. Майор да базаға келіп үлгеріп, өлу халіндегі сарбазын көріп, Джимнің оралғанын түсінеді. Дәрден кейін өзіне келе алмай жүрген Ханна папасының суретін іздеуге кеткенде артынан зомби келеді. Бірақ қыз айнаның артына ілініп тұрып алады. Зомби жаймен айнаға жақындай бастайды. Бірақ айнадан тек өзін байқаған зомби жөнімен кетіп қалады. Джим орманда оны өлтірмек болған еркекке келіп, басын әптен дуалға ұрып, көзіне қолын тығып, жауыздықпен өлтіріп жатқан Селина көріп, зомбиге айналып кетті деген қорқынышпен қылыш алып оны өлтірмекші болады. Бірақ пышақты сермеген сәтте Джимнің көзін көріп тоқтап қалады. Екеуі ынтық сүйіске беріледі. Бірақ Ханна келіп, Джим басын бөтелкемен ұрып, кайфты бұзып жібереді. Бірақ барлығы аман сау. Үшеуі сыртқа шығып, машинамен қашпақшы болып, артқы есікті ашып еді. Ішінде отырған майор Джимнің ішіне қарудан бір оқ атады. Алдында отырған Ханна артта ұшып келе жатқан зомбиді байқап, машинаны артқа жүргізіп, үйдің кіреберісіне тоқтатады. Зомби келіп жеткен тағамын беліп тұрып жей бастайды. Үшеуі көлікке отырып, қақпаны бұзып, базадан зыта кетеді. Өлейін деп жатқан Джимді Селина ауруханаға алып барып, барынша емдей бастайды. Осыдан кейін тағы 28 күн өтеді. Джим күн сәулесі астында жылы бөлмеде оянады. Үйден бір нәрсені тігіп жатқан Селинаны көреді. Ханна да кіріп келіп, ұшақ деген бір сөз айтып еді. Үшеуі атып сыртқа шығып, матадан hello, сәлем деген сөз құрайды. Ұшақ болса базасына адамдар таптым деп көмек шақыруға кетеді. Осы мезетте Джимнің көзінен бірінші мәрте қуаныш, бақыт нұрын тамашалаймыз.